Сәлеметсіздер ме оқушылар, бізде 21-ші сабақ адам жасына байланысты мәселе есептер. Бұны есептер ұбт-да өте көп кездеседі. Сіздерге арнайы бір формула бұнда жоқ, негізі кейбір есептерді беріледі, бірақ бұнда берілудің қажеті жоқ. Сәл логикасын түсінсеңіздер, бұл есептің формуласыз ақ жауаппен қуып шығарып жіберсеңіздер болады. Бірақ мынаны біліңіздер, егерде мен қазір 30-да болсам, сен 17-де болсан, 4 жылдан кейін менің жасым 34-те, сенің жасың 21-де болады. Яғни мен 4 жылдан кейін өссем, сенің де жасың 4 жылдан кейін өседі. Осындай бір сәл ережені біліп алыңыз. Қазір соған байланысты есептер шығаратын боламыз. Бірінші мысал, әкесінің жасы 34-те, ал баласының жасы 11-де. Қанша жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе үлкен болады. Енді бұл есепті қараңыздар, логикасы түсіндірейік. Егерде әкесі бізде 34-те болатын болса, ұлы, яғни баласы 11-де. Бір жылдан кейін жасы не болады? Бір жылдан кейін жасы 35-ке толады, бір жылдан кейін баласы да бір жасқа есейеді, яғни 12-ке толады. Өстіп көбейтіп келе жатқанда, бұл екеуінің арасы 2 есе үлкен болуы керек. Енді бұл есептерді сіздерде енді қазір ұбт өзгеріп жатыр, 4 жауаптық болады. Сондықтан 4 жауаптықты шығарған кезде 4 рет тексерсеңіздер жеткілікті, 4 нұсқаны. Көрейік енді. Мысалы, 8 жылдан кейін әкесі 34-те, қазір 34-те, баласы қазір 11-де. 34-тен кейін, 8 жылдан кейін, міне бірінші жауап А нұсқасында 8 жылдан кейін деген ғой. 8 жылдан кейін мұнау бізде 42-ге толады. Яғни баласы да не істейді? Плюс 8 болады, яғни 8 жыл қосылады. Ол бізде 19 болады. 42 мен 19-ның арасы 2 есе ме? Жоқ, 2 есе ме? Яғни А нұсқасы емес деген сөз. 9 жылдан кейін. Енді 42-ге 9-ды қосып отырмаңыздар. Сол баяғы 34-те 9-ды қосасыздар. Мыналарды өшіп тастайын. 8-ді қойдық, тексердік, келмеді. Енді қазір 9-ды тексеріп көрейік. 9-ды қойсам, 34-ке 9-ды қоссам, менде 43 шығады. Дұрыс па? Ал 9-ды 11-ге қосатын болсам, 20 шығады. Екеуінің арасы өкінішке орай не емес? 2 есе үлкен емес болып шықты. 2 есе емес. Енді келесі варианттар болып көрейік. Мына бізде В варианты болды. В варианты емес. Енді С варианты болып көрейік. Ана 43-ке шатасып қойып жүрмеңіздер. 34-ке қосасыздар. 34-ке 13-ті қоссақ бізде 47 болады. Ал балаға 13-ті қосатын болсақ 24 болады. Екеуінің арасы 2 есе емес. Яғни В жауабы да емес, С жауабы да емес. Енді Д жауабын көріп қойып. Д жауабы 11. 34-ке 11 қоссам 45 болады. Ал 11-ге 11-ді қоссам 22. Бұлардың арасы тағы да 2 есе болған жоқ. Д емес, С емес. Енді көріңіздер, ені көп көріңіздер. 34-ке 12-ні қоссам 46 болады. Ал 11-ге 12-ні қоссам 23. 23 пен 46-ның арасы 2 есе. Яғни 23-те 2-ге бөлсең 46, значит жауап бізде, яғни Е нұсқасы деген сөз. Осылай жауаппен шығарсаңыздар болады. Жақсы? Әрмен қарай кеттік. Негізі бұл есептерге түйіндеу құрылады. Түйіндеу құрылудың қажеті жоқ, миымызды ашытып отырмайық. Әкесі 27 жаста болған кезде баласы 3 жаста болды. Қазір баласының жасы әкесінің жасынан 3 есе кем. Олардың қазіргі жастарын табыңыздар дейді. Енді бұндай жағдайларда қарағаныздар. Берілген жауаптардың арасында берілген әкесінің жасы мен баласының жасы арасы шынымен 3 есе кем бе тексеріп алыңыздар. Мысалы, әкесі 48-де болса, баласы 16-да дейді. Келеді ғой, 16-ны 3-ке көбейтсек 48 ғой. Келеді. Енді келесі В тексеріп көрейік. 51 мен 17-ның арасы 3 есе ме? Жоқ, 3 есе емес. Яғни В жауабы емес деген сөз. 66 мен 22 бізде келеді. 3 есе. 36 мен 12 келеді, 3-ке көбейтсек 36 шығады 12-ні. 30 мен 10 келеседі. Енді қараңыздар, әкесі 27 жаста болған кезде баласы 3 жаста болды дейді. Енді істейміз, әкесі бар 27 жаста, баласы 3 жаста болды дейді. Аралары неше жыл? Аралары 24 жыл ғой. Енді сіздің логикамен ойлап көрсеңіздер былай ғой. Менің жасым 24 жылдан кейін, мысалы,
30-да болса, баламда соншалықты арамыз сақталып қалады. Мысалы, жыл сайын арамыз кішірей бермейді ғой. Сен әкеңнен неше жас кішісің десе, мен 5 жас кішімін дейсіз да, бірақ 10 жылдан кейін сұрасаңыз сізден, сіз әкеңізден неше жас кішісіз деп сұраса, мен 3 жас кіші деп айтпайсыз ғой, себебі басынан бастап сіз 5 жас кіші едіңіз. Сол тұрақтылықпен қалып қоясыз. Енді әкесінен баласы 5 жас кіші болуы мүмкін емес, әрине. Бірақ сондай бір былай түсіндірейікші. Бір бала әкесінен 20 жас кіші. Енді 20 жыл өткеннен кейін екеуінің жастарының арасы бәрі 20 жас болып қалады ғой, разницасы, айырмашылығы екеуінің. Сол секілді мына қарасақ, әкесі 27-де, баласы 3 жаста болды. Яғни әкесі 24-те болған кезде баласы дүниеге келген ғой. 24-ті қайдан алдық? 27-тен 3-ті азайттық. Сол кезде 24-те болған кезде әке атанады, баласы дүниеге келеді екен. Енді қараңыздар, мына сандардың арасында 24-ке келе ме екен? Мысалы қараңыздар, екеуінің разницасы 24 па? Жоқ. А жауабы емес. 51 мен 17-ні сызбасақ, 66 мен 22-ның арасы 24 па? Жоқ, 24 емес. Себебі 22-ні 24-ке қоссақ, 66 шықпайды. 36 мен 12 келіп тұр, әлі қойып қояйық осыны. Енді 24-ке 10-ды қоссақ 30 шықпайды. Бұл да жауап емес деген. Соны жауап бізде не ол? Д нұсқасы екен. Сонымен бірінші есепте, бірінші бізде екеулердің арасы 3 есе кем ба екен тексеріп алдық. Жауап нұсқаларынан. Одан кейін екеулердің арасы 24 жас екен біліп алдық та, берілген жауаптардың ішінен арасы 24 болатын сандарды іздедік. Сонымен А нұсқасы болған жоқ, В нұсқасы болған жоқ, С нұсқасы, Д нұсқасы болды, Е нұсқасы болған жоқ. Яғни жауап бізде Д нұсқасы болады деген сөз. Әрмен қарай кеттік. Үшінші мысал. Әкесінің жасы ұлы мен қызының жасының қосындысына тең. Ал ұлының жасы қызының жасынан 2 есе артық және әкесінен 20 жас кіші. Қызының жасы нешеде дейді. Енді мынаны жауаппен шығарсаңыз тұрады, жауаппен көрсетейін. Жауаптан көрсетпес бұрын түйіндеумен шығарып көрсетейін. Енді бұны түйіндеумен қалай шығарады? Қараңыздар, әкесі бар, ұлы бар, және де қызы бар. Бұларды біз бірінші латын әріптермен бізге оңай болу үшін А, Б, С деп алайық. Яғни А деп отырғанымыз әкесі, Б деп отырғанымыз ұлы, С деп отырғанымыз қызы. Енді есепті оқиық. Әкесінің жасы ұлы мен қызының жасының қосындысына тең. Яғни А тең болады, Б қосылған С болады, дұрыс па? Енді әрі қарай оқиық. Ал ұлының жасы қызының жасынан 2 есе артық дейді, яғни 2С болады деген сөз. С деп басында қызды белгілеп алдық қой. Содан 2 есе артық десе, яғни С-ны 2-ге көбейтеміз деген сөз. Және әкесінен 20 жас кіші дейді. Яғни әкесінен 20 жас кіші деген сөз, 20-ны қосқан кезде ұлының жасына әкесінің жасы шығады деген сөз. Қызының жасы нешеде дейді. Енді мына жерде қарасаңыз, мына жерде А, мына жерде де А. Яғни мына А-ны Б қосылған 20-ны. Мына жердегі А-ның орнына апарып қоямын. Сонда не болады бізде? Б қосылған 20 тең болады Б қосылған С. Әрмен қарай, Б деп отырғанымыз не ол бізде? Қарасақ, Б деп отырғанымыз ол 2С-ға тең. 2С-ны әкеліп қойғы. 2С қосылған 20 тең болады 2С қосылған С. Мына жерде 2С мен 2С бір-біріне жойылып кетеді. Себебі, жойылып кеткен себебі. 2С-ны мына жаққа әкелетін болсам, сол жақ ол минус болып кетеді. 2С минус 2С ол 0 болып кетеді. Сондықтан мен бірден көшірместен жойып жібердім. Яғни 20 тең С-ға. С деп басында кімді алдық? Бізде С деп қызын алдық. Яғни қызының жасы нешеде екен? 20-да екен. Жауап қызық С нұсқасында екен. Енді бұны түйіндеу құрмай-ақ қалай шығаруға болады деген сұрақ келеді. Соған жауап бере кетейік. Енді бұны былай істейсіздер. Бөліп тастайық былай. Екі есепті қайсы жеңіл, соны пайдаланасыздар, жарай ма? Әкесінің жасы ұлы мен қызының жасының қосындысына тең дейді. Манағыдай жазып алайық бұны. Енді басын үстіп жазып аласыздар енді. Екеуіне де А, мынаны Б, мынаны С деп белгілеп алайық. А тең болады, Б қосылған С болу керек. Енді қараңыздар, жауап тексерейік. Егер қызы 18-де болатын болса, қызы 18-де болатын болса, О, Қ. Орнына қоясыздар. Қызы 18-де болса,
әкесі неге тең? Ұлы неше деп болады? 2 есе артық одан. 2 есе артық болса не болады? 36-да болады. Және әкесінің жасы екеуінің қосындысына тең. Яғни бұл бізде нешеге тең? 54-ке тең, иә, 54-ке тең. Әкесі 54-те екен. Енді қараңыздар. Бір қызығы, ұлы әкесінен 20 жас кіші. Енді қара, ұлы 36-да болса, әкесінен 20 жас кіші ме? Жоқ. Өкінішке орай кіші болмай қалды. Яғни 18 емес. Осылай тексересіздер. Енді қызы 19-да болатын болса, одан ағасы 2 есе үлкен, яғни 38-де болады. Ал екеуінің қосындысы әкесінің жасын берді. Қоссақ неше болады? 57 болады. Енді тексересіздер. Ұлы әкесінен 20 жас кіші ме? Жоқ. Бұл да жауап болмайды. Енді 20-ды көрейік. Егер де әкесі, ұлы, қызы 20-да болатын болса, ұлы бізде 40-да болады, ал әкесі 60-да болады, екеуінің жасының қосындысына тең. Сонда ұлы әкесінен 20 жас кіші болып тұр ма? Әрине 20 жас кіші болып та, жауап С нұсқасы деп белгілеп кетесіздер. Бұл бізде екі түрлі жолмен шығардық. Қайсы ыңғайлы, соны ойланып барып шығарасыздар, жарай ма? Әрмен қарай. Атасы 58 жаста, оның баласы 32 жаста, немерелері 11 жаста, 7 жаста дейді, 11 жаста және 7 жаста. Неше жылдан кейін атасының жасы, баласы мен немерелерінің жастарының қосындысына тең болады. Манағы бірінші есепке ұқсайды. Жазып алайық. Атасы бар 58-де. Бірінші осылай кейіпкерлерді жазып алған ыңғайлы. Баласы бар 32-де. Немерелері бар. Немере 1 деп жазып қойған 11 жаста. Енді 2 деп жазып қойған, яғни екінші немере ол бізде 7 жаста. Енді жауаппен тексерейік. 3 жылдан кейін дейді. То есть не болу керек? Бұлардың атасының жасы, баласы мен немерелерінің жастарының қосындысына тең. Яғни атасы не істеу керек? Немерелерімен қосқан кезде бүйтіп, немересін, баласын, 2 немересін қосқан кезде атаның жасымен теңесу керек. Мысалы, қазір біріншісінде 58 бізде теңесіп тұрған жоқ. Қараңыздар, 32-ні 11-ге қосамыз. Ол бізде 43 болады. 43-ті 7-ге қоссақ, ол бізде 50 шығып тұр. Яғни 58 50-бен теңесіп тұрған жоқ. Сол секілді қазір қосқан кезде бұлардың жастарының қосындысы тең болу керек. Мысалы, әкесі неше жылдан кейін деп тұр ғой міне. Егер ата бізде 3 жылдан кейін нешеге толады? 61-ге толады. 3 жылдан кейін баласы 32-де болып қалмайды, ол да өседі. 3 жылдан кейін бұл бізде 35-ге толады. Немересі 14-ке толады және екінші немересі 10-ға толады. Енді осылардың барлығының қосындысы 61-ді бере ме? Жоқ, 61-ді қосқанда бермейді. Яғни А жауабы емес деген сөз. Себебі баласын, немересін, 2 немересі қосқан кезде атаның жасымен теңесу керек. 4 жылдан кейін 58-ге 4-ті қосақ қанша болады бізде? Мынау емес, бүйтіп ұстасақ, осылай сіздерге ыңғайлы үшін. 58-ге 4-ті қосақ бізде 62-де болады. Одан кейін 4 жылдан кейін мынау бізде 36-да болады. Алғашқы мына жастарына қосып жатырмын. Мынау 15-де болады. Мынау бізде 11-де болады. Енді қоссақ 62 ме екен көрейік. 36-ны 15-ге қоссақ бізде 51 шығады. 51-ге 11-ді қоссақ 62. Яғни неше жылдан кейін? Шын 4 жылдан кейін бұлардың кешіріңіздер. 4 жылдан кейін бұлардың жастары не істейді екен? Атасының жастарымен теңеседі деген сөз. Сылып кетті. Кешірім сұраймын. Әрмен қарай кеттік. 5-ші есеп, осыдан 4 жыл бұрын Ержан мен қарындасының жастарының қосындысы 18 жас болды. Қазір олардың жастарының қосындысы нешеде дейді. Енді қараңыздар. 4 жыл бұрын деген сөз, яғни Ержаннан 4 жылда алып тастаймын. Қазір мен мысалы 24-те болсам, 4 жыл нешеде болдым? 20-да болдым. Не істедім? Қазіргі жасынан 4 жыл бұрынғы жасым, 4 жылда алып шықтым да, алып тастадым да, содан мен қазір бұрынғы жасым пайда болды. Сол кезде қосқан кезде қарындасының қарындасынан да 4 азайтып тастаймыз, 4 жыл бұрын себебі. Қосындысы 18 болды, міне, қосындысы 18 болды. Енді мына барлық сандарды қазір нені табу керекпіз? Ержан мен қарындасының жасы қазір нешеде дейді. Сонда 4-тердің барлығы мына жаққа, 10 жаққа кері таңбамен көшірейік. Яғни қалады, Q қалып қояды, ал 18-дің қасында 4 барады және де 4 барады. Яғни Ержан мен қарындасының жасы нешеде екен? Қосқан кезде 18, 4, 22, 26. Яғни қазіргі бұл екеуінің жастарының қосындысы 26-ға тең деген сөз. Әлмен қарай кеттік. Жанардың және оның жанұясындағы 4 адам жастарының қосындысы 3 жылдан соң 154 болды. 6 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы қанша болады дейді. Енді жанар бар. Жанардың жанұясындағы 4 адамның, тағы да 4 адам бар деген сөз. Адам 1, адам 2,
3-ші адам, және де 4-ші адам бар. Жанармен қосқан кезде барлығы неше адам екен? 5 адам екен, және деп тұр ғой себебіне, немесе деп тұрған жоқ, және деп тұр. Сондықтан жанарға 4 адам тағы да қосамыз. Сонда үйде 5 адам. Қосындысы 3 жылдан соң дейді. 3 жылдан соң не істейді? Жанардың жасы 3-ке ұлғаяды. Бірінші адамның жасы да 3-ке ұлғаяды. Екінші адамның да жасы 3-ке ұлғаяды. Үшінші адамның да жасы 3-ке ұлғаяды. Және де 4-ші адамның да жасы 3-ке ұлғаяды. Сонда қараңыз, мына барлығын қоссақ неше болады? 154 болады дейді. 154. Енді 6 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы қанша болды дейді. Енді қараңыздар, 3 жыл бұрын, 3 жылдан соң олар 154-ке тең болатын болса, жастардың қосындысы. Енді 6 жылдан кейін. Енді бізде 3 жыл өтіп кетті ғой. 3 жыл өткенде 154 болды. Енді қараңыздар, жандардың жасы бізде не істейді? Тағы да 3-ке қосылады бізде. Одан кейін бірінші адамның жасы тағы да 3-ке қосылады. Екінші адамның да жасы 3-ке қосылады. 4-ші адамның да жасы 3-ке қосылады. Және де бізде 5-ші адамның да жасы 3-ке неге ұлғаяды? 3-ке. Енді қараңыздар, манағы міне Ж плюс 3, А1 плюс 3, А2 қосылған 3, А3 қосылған 3, А4 қосылған 3. Бұлардың қосылған нешеге тең болып тұр? 154-ке тең болып тұр. Енді қайсы сандар алып қойды бізде? Ол бізде мынасы сандар алып қойды. Міне 3 міне. Мына 3 қалып қойды. Мына 3 қалып қойды. Мына 3 қалып қойды. Себебі мына қалғандарының жастары 154 деген таптым. Енді 154-ке неше қосамын? 3-ті қосамын, 3-ті қосамын, 3-ті қосамын, тағы да 3-ті қосамын, тағы да 3-ті қосамын. Сонда неше болады бізде? 15-ті қосқан кезде 169 болады. Яғни 6 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы 169 болады. Егер де есепті түсінбей қалсаңыздар, менің жеке телеграм каналыма шығып сұрасаңыздар болады. Мен сіздерге түсіндіруге жалықпаймын. Әрмен қарай кеттік. Шешесі 42 жаста. Шешесі бізде 42. Үлкен қызы, бірінші қыз деп атайық, 19-да. Екінші қызы 11-де. Және үшінші қызы 2 жаста. Қанша жылдан кейін шешесінің жасы 3 қыздың жасының қосындысы тең болады. Мана атаның жасы секілді ғой. Мына қосындысы 19-ді 11-ге қосамыз 30, 30-ға 2-ні қосақ 32. Қазір 42, 32-ге тең емес. Қазір 42 шешесі, ана үшеуінің жасы 32 болып тұр. Бұлар тең емес. Енді әрмен қарай 9 жылдан кейін дейді, бірінші қарай тексеріп көрейік. 9 жылдан кейін шешесі 51-ге толады. 9 жылдан кейін бірінші қызы 28-ге толады, 20-ға толады, бізде 11-ге толады. Соның барлық қосындысы 51 бола ма? Жоқ, 51 болмайды, асып кетеді 51-ден. Яғни 9-дан сәл төмен сандар іздеу керекпіз. В нұсқасын 6 жылдан кейін көрейік. Мына нұсқа бізге келмей қалды. 6 жылдан кейін 48-ге толады, 25-ге толады, 6 жылдан кейін 17-ге толады и 8-ге толады. Енді қосып көрейік. 25-ке 17-ні қоссақ 42 болады. 42-ке 8 қоссақ 50 болады. Яғни бұл да тең емес. 48 50-ге тең емес. Әрмен қарай 5 жылдан кейін дейді. 5 жылдан кейін 47-де толады. Бірінші қызы бізде 5 жылдан кейін 24-ке толады, 16-ға толады. Және де 7-ге толады, Қоссақ 47 болады. 47 мынаяқтан шығады. Мына үшеуін қоссақ, одан да 47 шығады. Яғни неше жылдан кейін? 5 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы шешесінің жасының қосындысына, шешесінің жасына тең болады деген сөз. Әрмен қарай кеттік. 8-ші есеп. Шешесі 45 жаста. Жаңағы есеп секілді. Үлкен қызы біріншісі 20-да, ортаншысы екінші қызы 12-де, кенжесі үшінші қызы 3-те. Қанша жылдан кейін шешесінің жасы 3 қыздың жасының қосындысына тең? 9 жылдан кейін. Так, 9 жылдан кейін мынау бізде нешеге толады? 54-ке толады. Бірінші қызы 29-ға толады, мына кісі 21-ге толады, мына кісі 12-ге толады. Енді барлық қоссақ 54 деген, 29-ға 21-ді қоссақ 50 болады, 50-ге 12-ні қоссақ 62 болады. Жоқ, 9 жылдан кейін емес екен. 6 жылдан кейін 45-ке 6-ны қоссақ 51-ге толады, 26-ға толады. Мынағы бірінші қызы, екінші қызы 18-ге, үшінші қызы 3-те болатын болса 9-ға толады 6 жылдан кейін. Қоссақ 26-ға 18-ді қоссақ бізде 4, 34, 44, 44-ке 9 қоссақ 53 шығады. 53 емес, яғни 6 жылдан кейін емес екен. 5 жылдан кейін шешесі 50-ге толады, қызы 25-ге толады, 17-ге толады, ал соңғысы 8-ге толады. Дұрыс, 25-ті 17-ге және 8-ді қоссақ 25, 50 шығады, 50-ге тең, яғни неше жылдан кейін
5 жылдан кейін олардың жастары қосындысы шешесінің жасына тең болады деген сөз. Әрмен қарай кеттік. 10. Ағасы інісіне тырнақша қалған былай айтқан: мен қазір сенің жасында болғанда сен менен 3 есе жас едің. Сөйлемді мұқият оқимыз. Мен қазір сенің жасында болғанда сен менен 3 есе жас едің. Ал сен менің қазіргі жасыма келгенде екеуміздің жастарымызды қосқанда 60 болады дейді. Ағайындар қазір нешеде дейді. Енді қараңыздар, мына жерден екеуінің, ал сенің менің қазіргі жасыма келгенде екеуміздің жастарымызды қосқанда 60 болады дейді. Ағайындар қазір нешеде дейді. Енді жауаппен тексерейік. Егерде ағасы бізде 26-да болатын болса, бірінші нұсқаны тексеріп көрейік. Інісі нешеде болады? Інісі 14-те болсын. Енді айтады: мен қазір сенің жасында болғанда, яғни 14-те болғанда дейді. Қазір інісі 14-те болып тұр ғой. Сол айтады: мен қазір сенің жасында болғанда сен менен 3 есе жас едің дейді. Яғни 3 есе жас едің деген сөз, 3 есем кем еді менен деп жатыр. 14-ті 3-ке бөлейін десек, інісінің жасын шығарайын десек, 14 3-ке бөлінбейді. Яғни А жауабы емес, одан кейін Д жауабы емес, және де В жауабы емес, 16 3-ке бөлінбейді. Енді қараңыз. Ағасы, інісі. Егер ағасы 25-те болатын болса, інісі қазір 15-те. Бірақ ағасы інісіне қарап айтады: мен қазір сенің жасында болған кезде, яғни 15-те болған кезде, сен менен 3 есе кіші едің, яғни сен 5-те едің деп жатыр. Ал сен менің қазіргі жасыма келген кезде, қазіргі жасы нешеде? 25-те ғой. 25-ке келген кезде екеуміздің жастарын қосқанда 60 болады. Енді қараңыздар, қазіргі бұрынғы 5 жасынан қазіргі жасына дейін қанша жыл өтті? 20 жыл өтті ғой. Мынаған да 20-ны қосамыз деген сөз, сонда бұл 35. Енді осы екеуінің жастарын қосындысы неше тең болады? 60-қа тең болады ғой, айтып тұр ғой. Қазір сен менің жасыма келген кезде екеуміздің жастарымыз қосқанда 60 болады. Значит, ағасы 35-те болады екен. Інісі 25-ке толған кезде. Екеуін қоссақ 60 болады. Яғни жауап міне С нұсқасында екен. Е нұсқасын тексермесеңіздер де болады. Түсіндір ғой, есепті, жалпы әңгімені. Әрмен қарай кеттік. Атасының жасын жылмен, ал шөбересінің жасын аймен санасы 2 сан тең болады. Екеуінің жастарының қосындысы 117-ге тең. Атасы қаншада, шөбересі қаншада дейді. Қарайық, 117-ге тең екеуінің қосындысы 97 мен 8 алсақ 117 емес. 102 мен 11 алсақ 117 емес. 89 мен 9 алсақ 117 емес. Д-ны 110 мен 6 алсақ не емес? Тең емес. Не деген бақытты ата? Жасы 108-де екен, немересі 9-да екен. Шөбересі қосқан кезде сонда не болады екен? 100-де 17-ге тең болады екен. Жауап Е нұсқасы. Жауап пен тексере салдық. Енді қызық есеп, өте бақытты отбасы. Неге? Себебі 3 ем екен. Одан кейін 3 емнен кейін не келеді екен? Егіздер келеді екен, 2 қыз егіз келеді екен. Осындай отбасы болуларыңызға сіздерге де тілектеспін. Әрмен қарай қараңыздар, тілек айтып кеткен бағайдан. Ержан, Ерман және де Ерлан үшеуі бір күнде дүниеге келеді. Яғни мен Ержан, Ерман, Ерлан 5-ке толса, Ержан 5-ке толса, Ерман да Ерлан да 5-ке толады деген сөз ғой. Үшеуі бір күнде дүниеге келеді. Олардан дәл 3 жылдан кейін туылған 2 қыз қарындастар бар дейді. Дәл 3 жылдан кейін дейді. 3 жылдан кейін не істейді? Ержанның жасы 3-ке ұлғаяды. Жаңағы Ерманның жасы 3-ке ұлғаяды. Және де Ерланның да жасы 3-ке ұлғаяды. Бірақ қарындастар не істейді? Сол ағаларының жасына келеді. Яғни ағалары 0-де болған кезде, қазір 0-де болды ғой олар, дүниеге келіп жатыр ғой. 3 жылдан кейін ағалар 3-ке толса, қарындастар 0-де ғой, сол ағалардың жастарымен теңесіп қалады сол кезде. Сондықтан міне қыздардың орнына мен 2 рет 2 е салдым. Не үшін? Себебі олар ағалардың жастарымен қазір бірдей болып тұр. Сонда неше болады бізде? Бесеуінің жастарының қосындысы қанша болуы мүмкін дейді. Мына жерде қате кетіп қалған, болуы мүмкін дейді. Қосайық ал. 5 е бар бізде. Әрмен қарай қосылған неше 3 бар? 1, 2, 3 бар екен. Сонда 3-ін қоссақ 6, 9 екен. Яғни 5 е қосылған 9. Енді қараңыз.
Егер де жастардың қосындысы 36 болса, қарайық мысалы. 5е қосылған жастарының қосындысы 36 болатын болса, қараңыз, есепті теңдеуді шешіп көресіздер. 5е тең болады. 36-тан 9 азайтсақ бізде 27, ал 27 өкінішке орай не істейді? 5-ке бөлінбесе 5 мына жерде көбейтіліп тұр ғой, сондықтан 5-ке бөлінбейді, 36 емес. Енді келесін тексеріп көрейік. 5е қосылған 53 азайтылған 9, мен бірден азайтып 9 деп жаздым. 5е тең болады 44, ол да 5-ке бөлінбейді деген сөз, яғни в емес, с-ға көшейік. 5е тең болады 76 азайтылған 9, 5е ол да бөлінбейтін көрініп тұр. 67-ге тең, ол да бөлінбейді. 89-ды көрейік. 5е тең болады, мынау уже бөлінеді. 89 азайтылған 9, 5е тең болады 80, ал 80 бізде ол 5-ке бөлінеді, яғни 16 болады деген сөз. Яғни жауап неде? Д нұсқасында екен. 92-ні тексеріп көрсеңдер болады, ерінбесеңіздер. Ондай 92-ден де шықпайды. Түсініп жатсыздар ғой, есептерді. Әрмен кеттік. Бауыры мен ағасын жастар бірге алғанда 35 жас. Бауыры бар, ағасы бар. Екеуін жастар бірге алғанда 35-ке тең екен. Егер біреуінің жасының жартысы екіншінің 3-тен 1-не тең болса, онда бауыры неше жаста дейді? Қараңыздар. Бұны теңдеу құрып кешіріңіздер. Бұны теңдеу құрып шығарсаңыздар болады, бірақ ұзақ уақыт алады, сондықтан жауап бересеңіздер. Бізден бауырын іздеп жатыр қой. Бауыры неше жаста дейді? Бауыры егерде 28 жаста болатын болса, бүйтіп жазыңдар. 28 бауыры қосылған. Ағасы нешеде болу керек? Ағасы бізде 7-де болады. Қойшы, бауырынан ағасы кіші бола ма не деген сұрақ қояды? Жоқ, кіші болмайды. А нұсқасы емес. Логикалық түрде бұны бірден сызып тастайсыздар. Егерде бауыры 21-де болатын болса, ағасы нешеде болады? 14-те болады. Бауырының ешқашан кіші болмайды ғой. В нұсқасы емес. Енді С нұсқасы керек. Егерде бауыры 14-те болатын болса, ағасы нешеде деген сөз? 21-де. Оны қайдан біліп алып? Екеуінің қосындысы 35-ке тең болу керек қой. Шынымен келеді. Енді сіздерге ортасындағыны оқу керек та. Егер деген басталады. Егер біреуінің жасының жартысы екіншісінің 3-тен 1-не тең болса, онда бауыры неше жаста дейді. Қараңыздар. Егер біреуінің жасының жартысы, мысал қараңыздар, 14-ті алайық, 14-ті жартысы нешеге тең? Жартысы деген 2-ке бөл деген сөз ғой. 7-де 7-ге тең. Жасының жартысы екіншісінің 3-тен 1-не тең. Яғни екіншісі, қарашы, 7-ге тең болып тұр жартысы. Екіншісі 21-де ғой. Сон 3-тен 1 бөлігі деген сөз 3-тен 1-ге көбейт деп жатыр. Сол кезде 21 мен 3 қысқарып кетеді де 7. Сон тең деп жатыр. 7-7-ге тең ғой. Тең. Яғни жауап не болады деген? С нұсқасы болады деген сөз. Екіншісін оқыңыздар. Біреуінің жасының жартысы, мен 14-ті алдым да, соны 7-ке бөлдім, жартысы деп жатыр. Екіншісінің 3-тен 1-не тең. 3-тен 1-не деген сөз екіншінің жасын 3-тен 1-ге көбейтесің деген сөз. Сонда екеуінің жасы тең еседі деп жатыр. Сонда бауыры неше жаста? Бауыры бізде 14 жаста екен. Осылай жауаппен қуған ыңғайлы болады бұл есептерді. Теңдеу құрсаңыздар ұзаққа кетіп қаласыздар. Бастарыңыз ашып кетеді. Уақыттарыңыз болмай қалады. Кеттік. Марат пен әкесінің туған күні бір күнге түседі. Қазір Марат әкесінен 7 есе кіші, ал 5 жылдан кейін әкесі Мараттан 4 есе үлкен болады. Марат қазір неше жаста дейді? Қараңыздар. Марат қазір 4 жаста болатын болса, міне А нұсқасын бастап тексерем. Мараттан 5 жылдан кейін былай есептейік, мына жерге Марат деп жазып алайық, әкесі болсын. Марат қазір 4-те болатын болса, Марат пен әкесінің туған күні бір күнде түседі. Қазір Марат әкесінен 7 есе кіші. Қазір 7 есе кіші дейді. 7 есе кіші болатын болса, қаншада деген сөз? Значит, әкесі 28-де деген сөз. Жауаппен тексеріп жатырмын. Әкесіне 7 есе кіші болатын болса, значит, Марат бізде әкесі 28-де деген сөз. 5 жылдан кейін әкесі Мараттан 4 есе үлкен болады. 5 жылдан кейін әкесіне 5 жыл қосайық қанша болады? 33 болады. Маратқа 5 жылдан кейін қосақ 9 болады. Сонда 5 жылдан кейін мына екеуінің арасы бізде 4 есе болу керек. 4 есе ме? Жоқ, өкінішке орай 4 есе емес. Яғни А нұсқасы емес деген сөз. Тағы да Марат пен әкесі беріледі. Егер Марат бізде 6-та болатын болса,
қазір Марат әкесіне 7 есе кіші, яғни әкесі 42-де деген сөз. 5 жылдан кейін дейді. Так, мынау бізде әкесі 47-ге туады, мына кісі 11-ге туады Марат. Екеуінің арасы өкінішке орай тағы да не емес, 4 есе емес, яғни В нұсқасы емес. Егер де Марат 8-де болатын болса, так, Марат бізде 8-де болатын болса, әкесі қазір нешеде? 7 есе үлкен болатын болса, 56-да. 5 жылдан кейін 61-ге толады әкесі, Марат бізден 13-ге толады. 13 61-ден 4 есе кіші емес. Сондықтан оны алмайсыздар. С емес. Д нұсқасын көрейік. Марат егерде 5-те болатын болса, әкесі неде екен? 35-те екен. Себебі Марат әкесінен 7 есе кіші. 5 жылдан кейін әкесі 40-қа толады, Марат нешеге толады екен? 10-ға толады 5 жылдан кейін. Екеуінің арасы нешеу? 4 есе болып тұр. Яғни жауап не екен? Марат қазір 5 жаста екен. Осылай жауаппен мұқият сөйлемді оқысаңыздар, есепті жауабы сіздерге шығарып береді өздеріне. Формула пайдаланудың қажеті жоқ. Енді сіздер уақыттарыңыз ұзақ қой. Физика, математика таңдап жатқан оқушылар бар арамызда. Қайсы таңдап жатқан? Жазып жіберіңізші, мен таңдап жатырмын деп. Таңдап жатқан оқушылар бір неде 85 есеп шығарып бір ұбт-дің өзінде. Енді биология, химияны айтпай қояйын, оларда да өздерінен жеке дара есептер болады, химияда да, биологияда да. Сондықтан оларға да оңай деп айта алмаймын. Сондықтан жауаппен қууға болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақты соңына дейін көріп шығыңыздар. Тапсырмаларын орындаңыздар. Аз қалды. Енді ұбт-ға байланысты алдағы уақытта нұсқаларды талдайтын боламын. Сол кезде өздеріңіздің нәтижелеріңізді көріп отырасыз. Мына есеп маған келді ғой. Мына есепті мен үйде қарамай қалып едім, мына есепті шығармай қалып едім деп әттең-ай немесе қуанып отыратын кездеріңізге жетеміз. Алла бұйыртса. Жақсы оқушылар, онда сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.